Сәлеметсіздер ме оқушылар, сіздермен бірге элементарный каналы. Бүгін біз математика 88-ші сабақ 20 және 21-ші бетті өтетін боламыз. Бірінші тапсырма. Берілген өрнектерді есептеген кезде балалардың қалай пайымдалған тап. Сонда сен Астана қаласының көрнекті жерлердің атауын білетін боласың. Опера және балет театры. 500-ге 150-ді қосамыз. 650. Оны бөлеміз 5. Сонда бізде опера және балет театры екінші екен. Келесі бәйтерек. 700-ді қосамыз 140 бөлу 7. 840 болады. 840-ды 7-ге бөлеміз. Сонда ол үшіншісі екен. Келесі Ақорда. 800-ге қосамыз 160-ды бөлеміз 8-ге. 960 болады. 960-ға бөлеміз 8-ді. Сонда бізде Ақордамыз бірінші тұр екен. Бейбітшілік және келісім сарайы. 600 қосу 360 қосу 6. 960 бөлу 6 болады екен. Сонда бізде соңғы жауап 4-ші болады екен. Екінші тапсырма. Көбейтудің ауыстырымдық және терімділік қасиеттерін пайдалана отырып есепте. Мен тезірек айтып кетейін. Біріншісі 480, екіншісі 270, үшіншісі 480, төртіншісі 270, бесіншісі 800, алтыншысы 900 болады. Үшінші тапсырма. Есепте тексер және бөліктерін салыстыр, қорытынды жаса. Мен айта кетейін. 900-ді бөлеміз 15-ге. 6, 100-ді бөлеміз 25-ге 4, 84-ді бөлеміз 12-ге 7 болады. Ал төртіншісі 63-ді бөлеміз 21-ге 3 болады. 72 бөлу 18, 4, 96 бөлу 32, 3, 69 бөлу 23, 3 болады. 96-ны бөлеміз 48-ге. Панел есептер қарастыр. Асы 120 болады. Әсі 240, Б-сы 4, В-сы 72, Г-сы 288, ал Д-сы 24-ті көбейтеміз 3-ге, қосамыз 96, көбейтеміз 2-ге дейді. Сонда жауабы 264 болады. Оқушылар, бұл жерде бізге есеп құрастырып депті, ал бірақ мына жерде дайын есептер тұр екен. Мен сондықтан осы есептердің жауабын тез жазып кеттім. Сонда бізде бұл жерде 2 кітап берілген. Бір кітапта 96 бет, ал екінші кітапта 24 бет бар. Осы 2 кітап арқылы біз 6 есеп беріліпті, 6 есепті де шығардық. Келесі тапсырма, 5-ші тапсырма. Есептерді шығар. Елерге 40 плаш тігу үшін 200 метр мата қажет. 60 метр матадан осындай неше плаш тігуге болады? 200-ді бөлеміз 40-қа 5 болады. Және тең 12 болады. Әсі 200-ді бөлеміз 40-қа тең 5. 5-ті азайтамыз 3-ті 2. Сонда оқушылар кішкентайларға, яғни балаларға бізде 2 метр матадан жұмсалады. Яғни балаға плаш тігу үшін бір плаш 2 метр кетеді. 6-ші тапсырма. Көбейтуді тәсілін қара, есептерді жалғастыр, қорытынды жаса. Мен бұны ауызша айта кетейін. 111-ді көбейтеміз 2-ге тең 100 көбейту 2 қосу 10 көбейту 2 қосу 1 көбейту 2 тең 200 қосу 20 қосу 2 тең 222 11 111 көбейту 3 тең 100 көбейту 3 қосу 10 көбейту 3 қосу 1 көбейту 3 тең 300 қосу 30 қосу 3 тең 333. 111 көбейту 4 100 көбейту 4 қосу 10 көбейту 4 қосу 1 көбейту 4 тең 444. 111 көбейтеміз 5. 100 көбейту 5 қосамыз 10 көбейту 5 қосамыз 1 көбейту 5 тең 555 болады.
Осы 6-ші тапсырмада осындай түрлі амалдар беріліпті. Бұл амалдар өте оңай екен. Бұл есепті сендер түсінді деген ойдамын. 7-ші тапсырма теңдеуді шеш. X көбейту 30 тең 900 бөлу 3. X көбейту 30 тең 300. X тең 300 бөлу 30 тең X тең 10. Екіншісі X көбейту 6 тең 360. X тең 360 бөлу 6. X тең 60 болады. Y бөлу 6 тең 28. Y тең 28 көбейту 6. Y тең 28-ді 6-ға көбейтсек 168 болады. Сегізінші тапсырма демалысқа шыққан 5 дос бала бір-біріне фотосуреттен береді. Әр бала достарына әрқайсысына бір фотосуреттен таратты. Ол үшін балаларға қанша фотосурет қажет болады? Яғни бұл жерде 5 бала бар екен, бір адам, яғни бір бала 4 адамға 4 фотосуреттен береді. Яғни 5-ті көбейтеміз 4-ке тең 20. Жауабы бізде әр фотосуреттен 20 болса, 20 фотосурет қажет болады. Оқушылар, осымен сабағымызды аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге элементарный каналы. Мен алдағы уақытта көптеген видеоларды салатын боламындар. Сау болыңдар.